Құрметті көрермендер, сіздер Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде 1500 неміс офицерлері мен солдаттарын тұтқынға алған қазақтар жайында білесіздер ме? Осы видеоны соңына дейін көріп, арнамызға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ұлы отан соғысы жылдары ерлік көрсеткен, бірақ аты аталмай қалған батыр атталарымыз өте көп. Солардың бірі Кәмел Тұрғынбайұлы. Кәмел Тұрғынбайұлы 1912 жылы қыркүйекте Қостанай облысы Торғай өңірі Қарынсалды өзенінің бойында дүниеге келген. 1941 жылы ұлы отан соғысы басталып, сол жылы қыркүйек айында соғысқа аттанады. Майданда атты әскер құрамында болып, Ростов-на-Дону қаласын жаудан тазартудан бастайды. Курск доғасында шайқасқа қатысып 4 мәрте жараланады. Польша жеріндегі Варшаваның түбінде ауыр жараланып, кейін шегіну кезінде блиндажда бинокльмен қарап тұрған екі маршалды кездестіреді. Олар Константин Рокоссовский мен Иван Конев еді. Олар атамыздан соғыстың қалай жүріп жатқанын сұрап, машиналарымен әскери госпитальге жеткізіп салады. Кәмел Тұрғынбайұлы Житомир, Витебск, Киев, Воронеж, Белград, Сталинград және тағы да басқа ірі соғыс операцияларына қатысқан. 1944 жылдың 27 шілдесінде За отвагу медалімен марапатталады. Украина жері Днепрді алу операциясында 1500-дей неміс офицерлері мен солдаттарын пленге алғаны үшін рота солдаттары мен Кеңес одағының батыры атағына ұсынылады. Осындай құнды деректерді болашақ ұрпаққа жеткізу біздің борышымыз. Ата-бабалардың ерлігін ұмытпай есте сақтау керек. Ер есімі ел есінде.